Сәлем достар, қалдарыңыз қалайсыздар? Деп шашып келдім, сауда жасап келдім. Және де өзіме осындай өткенде ұнатып жүрген цепочкамды алдым. Осындай нежный, осындай әдемі. Өзіме ұнады. Мынандай нежный, жылтырап тұрады. Кабачки алдым, өзіме ұнайды осындай тамақ. Және де черешня алдым, черешняның бағасы түскен, еще таза екен, әдемі екен. Черешня алдым, сладкий перец алдым, қияр алдым, және де кешью алдым. Және мынандай тап-таза осыны орех жей ұнайды, грецкий орех алдым. Осыны ашып жейсің да, сразу жей бересің. Оны жуып, шайып, жастайсың да. Осылай таза ашып, жей саласың. Және помидор алдым. Және мейізбен шай ішкен ет алдым. Және кеттен бері құрма жеген жоқпын. Мынандай құрма алдым. Құрмамен шай ішуге. Осы бізде базарлық кабачоктың күшті болып тамақ жасаймын. Осы шие күшті черешня. Барлығын жуып, қазір таза орнына саламын. Чуконники черешня, жендер балалар. Нұрсұлтан кел. Черешня жейміз. Ням-ням-ням. Ана қарсы дәу. Хайды көшқа мынандай сырға. Осындай сырға болады ғой. Тапеш, мам, тапеш. Адико мультик көріп жатыр екен. Мам, тапеш. Мама, несін? Алдында былай тақ қойғанбыз ғой. Мама, Тапеш. Яш. Кәне қолымда. Маған қараш, Адикош. Күшті екен сырған. Қалаш. Сәлем достар. Кеш жарық. Сіздерге көрсетейін деп мына алған шторым. Қалай білмеймін, 2,5 деп айтып қойыппын. Негізі потолок 2,6. Бұрын 2,7 алғанда ол салпылда кетті. Енді ол 2,6 айтам деп 2,5 деп айтып. Миым ашып кеткен. Сонымен короче осындай қысқа оқылды. Бірақ мынандай күшті жылтырап тұрады да. 100% қараңғы қылады ғой. Мынандай астары қара осылай. Таңертең күшті, күндізбе қап-қараңғы болып тұрады. Қазына кірлерімді өтектеп барлығын жинастырып тастайын деп жатырмын. Сол. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі демалысымды мен осылай кірлерімді өтектеп тастайын деп отырдым. Осылай Адикошаның футболкаларын барлығын өтектеп, пастельдерді өтектеп, жастық тыныстарын бәрін өтектеп, таза пастель салып дайындап қойдым. Барлығын түнде бітіріп, күндіз қыдырып достар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сәлем достар, қалдарыңыз қалайсыздар? Біз деген қай жерде отырмыз қараңыздар. Біз деген Адикошаға осындай домик жасап қойдық. Адикоша мына жерде жатыр. Детский площадканың астында отырмыз, домик жасап. Адикоша мына жерде жатыр, сумочкасымен ойыншықтарын әкеп қойды. Мынандай шкафчигі бар, былай деп есігін ашады, ішіне киімдерін салады. Мына жерде Курамидің кроваты бар, мына жерде Курами кроватында отырады былай. Сосын мына жерде кроваты бар, ұйқысы кесе былай барады да, чик деп ұйықтайды. Кроваты мына жақта тұрады, я. Сосын ол жұмыртқа жейді қазір мына жаққа кеп, мынау асханасы. Мына жерде Курамидің өзінің помадасы бар, мінеки. Өзінің духи бар, мына жерде кепкасы, шляпасы бар. Мына жерде алтындарын салып қоятын өзінің шкатулкасы бар. Мына жерде кошелегі бар. Адикоша осылай ойнап жатыр. Мына жерде көп кітаптары бар, неке. Әріптерді үйренеміз, жаттап жатырмыз, я? Мынандай кітаптарымыз бар, неке. Раскраскамыз бар.
осылай Адикоша ойнап отыр. Мына жақта көкелері футбол ойнап жатыр. Адикоша көрмей ұйқыдан тұрмай ма? Тамақ ішпей ма? Саған кітап үйретейін бе? Давай екеуміз мына кітаптарды айтайық. Мына әріптерді үйренейік. Мынау қандай әріп? Мынау не? Алма. Мынау? Ағаш. Ата ана. Мынау кім? Тамақ пісіретін апай не деп айтамыз? Аспаз. Мынау анар, граната біз жейтін, не? Мынау деген әріп. Әтеш. Әмиян, кошелек. Әнші. Әткеншек. Качеля. Әуе шары. Мынау қандай әріп? Б. Балапан. Бақа. Балық. Бал. Қара, мына бал деген мынандай мед қой. Мынау болт аспандағы. Мынау В деген әріп Адикош. Қара, В. Вагон. Біз пойызға мінеміз ғой? Вагон. Ванна. Велосипед. Енді бәрін өзін айт давай. Қалай айтамайсың? Айталасын. Адикоша терезеден аяғын шығарып жатыр. Ятай. Терезеден аяғын шығарып жатсың ба? Толбай ба? Сол, достар, біз осылай далада отырмыз, ойын ойнап. Адикоша кітап үйретейін десем, Адикоша мен білмеймін дей береді. Неге білмейсің сен? Жаттау керек, бәрін жаттау керек. Достарға сәлем де. Кеше маса шаққанда жерін кет қапты, е? Масаларын шақты ма сені? Көлеңкеде мына жер салқында күштекен, е? Біз сөйтіп далада отырмыз, достар. Біздің видеоны көрсеңіздер, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достар, мен соткамды лақтырып жатырмын. Адикоша, мен соткамды лақтырды, арасай не бұлдыра кетті. Видео көрінбей кетті. Мына қыз маған шабуыл жасап жатыр. Сен неге маған шабуыл жасайсың? Мен видео түсіріп жатырмын. Ойбай, достар, сау болыңдар, давайлар маған тиісіп жатыр. Достар, Адиконға мен кітап оқып берейін деп жатырмын. Осындай кішкентай кітаптар бар, 3 жасқа арналған, е? Міне Алдар Көсенің сиқырлы тоны. Ал оқып берем, Адикоша, тыңда, жат. Адикоша. Андағын оқы, мынаны оқимын, қазір мынаны бітіріп алайын, сосын андағын оқып берем. Тыңда. Алдар Көсенің сиқырлы тоны. Мама, мен мынаны оқып берейін да, күшті қызықты ғой. Сосын андағын, сен тыңда, е? Давай. Не паже? Андағын оқиын ба? Әкел онды. Мен оқы. Оқы ал. Оқы. Достар, біз осындай керемет орманға келдік. Осы жерде смородина тереміз деп ойлағанбыз, бірақ мына қалың орманның ішінен теру мүмкін емес екен, және табу да мүмкін емес. Сондықтан табиғатқа тамсанып, әдемі қарап, фотоға түсіп, тек қана осы жерде жолдың жиегінде сатып тұратын кісілерден смородинамызды сатып алып үйге келдік. Шие іздегем, негізі шие балама деп шие өтіп кетіпті. Сондықтан осындай әдемі табиғатты таза ауа жұтып үйге қайттық.